Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен мәмпар сорпасын дайындаймыз. Менің каналыма қош келдіңіздер. Керек заттар осы видеода көрсетілген және описанияға толық нұсқасын жазып өтемін. Ең бірінші біз табамызға майымызды құйып, ысығаннан кейін туралған, жуылған етімізді салып піскенше қуырамыз. Үстіне 2 тіс чесногымызды турап салып, содан кейін артынша бір пиязымызды турап саламыз. Осы қуырылып дайын болғаннан кейін менде қатырылған қызанақ немесе сіздер томат пастасын қолдансаңыздар болады. Одан кейін дәміне қарай осындай тұз және паприка салып, бетін жауып бұқтырамын. Томат өзі, міне қызанақ өзі солғын беріп, түсін беріп, әдемі қуырылады. Содан кейін сәбізімізді саламыз үстіне. Жақсылап араластырып, бетін жауып бұқтырамыз. Етіміз жұмсақ болу керек. Мен 3 адамға дайындап жатырмын бұл тағамды, сол үшін аз мөлшерде жасап жатырмын. Осылай міне өз сөлін беріп, әдемі түске айналды тамағымыз. Артынша осындай картофелімізді турап салып қуырамыз. Содан кейін қайнап тұрған су немесе жылы суыңызды құйып пісіреміз. Ішіндегі заттар пісу керек. Содан кейін мен қыздар қамырды қолдан жайдым. Жұмыртқаға кішкене тұз, кішкене сұйық май құйып, қатты қамыр елеп, соны жайып, осылай 4 бұрышты қылып кесіп алдым. Бір күн бұрын дайындап қойдым. Осы кептіріліп тұр. Қайнап тұрған осы тағамымызға, сорпамызға осы дайындалған қамырымызды салып пісіреміз. Қамырымыз дайын болғанша міне бетін жауып пісіреміз. Одан үстіне аскөктерді салып 5 минутқа бетін жауып, астын өшіріп қойып қоямыз. Менде қатырылған осындай укроп. 5 минут бетін жауып қойыңыздар қыздар. Астын өшіргеннен кейін сол кезде бәрі бір-біріне әдемі сіңіп дайын болып тұрады тамақ. Мен мәмпар сорпасын дайындау жолын көрсеттім. Егер сіздер басқаша дайындайтын болсаңыздар, пікірге қалдырып, мені қолдап жіберсеңіздер, өте қуанышты болар едім. Лайк басып, осыны видеоны таратсаңыздар болады. Сіздермен болған Есімбекова Майра ас болсын.